Құрметті қадірменді біздің әлеуметтік желідегі оқырмандарымыз, бүгінгі сыр сұхбат айдарында көркем сөз оқу байқауларының республикалық халықаралық байқауларының жеңімпазы, Жамбыл оқуларының халықаралық көркем сөз байқауларының екінші орын жүлдегері және Қазақстан Халық Ассамблеясының Жамбыл өңіріндегі ассамблеяның аналар кеңесшісі және ұйғыр ұлтының қызы, ұлағатты ұстаз Мұхаббат, қош келдіңіз. Рахмет. Бүгін осы біздің сыр сұхбат айдарына алтын уақытында қиып келіп, бізбен пікір бөліскеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Және осы Жамбыл жастар орталығы өзіңе бөтен емес, талай жыл қызмет жасадың, әріптес болдық. Одан кейін ұстаздық жолға кеттің. Жалпы бірнеше жыл салып осы орталыққа келіп отырсың сыр сұхбат айдарына. Орталықта қалай өзгеріс бар ма? Жастар орталығы менің ең алғашқы ұжымым ғой. Мені еңбекке баулыған, ең алғаш ұжым деген нәрсені кіммен қалай қарым-қатынас жасау керек, кіммен қалай сөйлесу керек, соның барлығын осы ұжымға келіп үйренген болатынмын. Ол кезде әлі ең алғашқы деген, тіпті студент болып жүріп, осы жастар орталығына мен аула клуб жетекшісі болып жұмысқа кірген болатынмын. Ол кезде бір ең үлкен мекеме ұқсап көрінетін маған, ішіндегінің бәрі жарқырап, жалтырап, керемет болып тұратын. 5 жылдан кейін міне жастар орталығына қайтадан келіп тұрмын. Ішінде біраз өзгерістер пайда болыпты. Мына жақта кинотеатрларыңыз бар екен, мына жақта неке қию орны. Одан кейін әлеуметтік желіден де бақылап отырамын. Жастар орталығы керемет жұмыс істеп жатыр ғой. Өңшең әлгі жастарды, жалынды жастардың бәрін жинап алған, мықты жобаларды жүзеге асырып, жарқыратып, оның бәрін әлеуметтік жерге жариялап, бір енді көрсең көзің қызығады, көз тоятындай іс-шаралардың бәрі өткізіліп жатыр. Кейде бұрын бірге жұмыс істеген қыздар осы жерде бар ғой, жұмыс істеп жүрген Балнұр, соларға звондап, жазып, кейде сұраймын. Әй, сендер жаңа не өткізіп жатсыңдар? Мен енді қазір мектеп саласында, білім саласына кеткеннен кейін солардан бір сұрап, жастар орталығында бір жаңалық нәрсе болып жатса, соны біздің мектептің жастарына да сондай нәрсе жасасам дегенде идея алмасайықшы деп сөйтіп сұрап қоямын кейде. Олардан, ой, сен сұрасаң бәрін айтамыз деп, қолдарынан келгенше көмектерін аямай, бәрін барын жіберіп, WhatsApp-қа көрсетіп, айтып, түсіндіріп жатыр. Қазірде келіп, бұрынғы ұжымдастарды көріп, қуанып жатырмын ғой. Сондай ыстық, алтын ұя сияқты болып тұрады маған бұл орын. Рахмет. Жалпы осы Жамбыл жалпы жастар саясаты негізі осы жастар орталықтары негізі барлық мамандарын негізі сан қырынан не қылады ғой, тәрбиелейді. Мысалы, жастармен жұмыс жасайсың. Жалпы бұл да бір жағы ұстаздықпен, ұқсастық нәрселер көп. Бұл жерде баламен де, жастармен де жұмыс жасайсың. Сол үлкендерден естігеніміз осы басқа да облыс өңірінде әріптестерден, мысалы, кейде осы білім басқармасының басшылары осы жастар орталығында қызмет жасайтын мамандар іздейді екен да. Өйткені сол жастар орталығындағы мамандар бар жағынан болаттай шыңдалған ғой. Мысалы, әр нәрсеге өзін кіргізіп кетеді, өзін басқарады. Мектепте де біз бақылап отырамыз. Жалпы әдеби жанр болсын, қай жанрда болсын, әйтеуір мектептердің аты шығып жатады. Оның үлесі көп деп ойлаймын, өзінің де үлесін көп деп ойлаймын. Себебі осы жастар саясатынан көргенің көп деп білеміз. Жалпы осы ұстаздықпен, өзің қазір ұстазсың, ұстаздықпен жалпы жастар саясаты арасында ұқсастықтар бар ма негізі? Әрине, себебі жастар орталығы да мектеп жасындағы енді жеткіншек болып келе жатқан жастардан бастап үлкен отбасылы болғанға дейін жол нұсқап, солармен жұмыс жасап, дұрыс жолға түсіруге тырысып, жақсы мемлекеттің бүкіл бағдарламаларын, мемлекеттің жастарға жасап жатқан жағдайын бәрін мемлекет пен жастардың ортасындағы дәнекер ғой. Бұл жастар орталығы, жастар саясаты деген бұл дәнекер екі ортадағы. Ал мектепте де сол жастар ғой. Студент болады, одан кейін отбасын құрады, жұмыс істейді. Біздің жастар орталығында баяғыдан бөлетін еді ғой, оқушы жастар, студент жастар, жұмыс істейтін жастар, отбасылы жастар деп бөліп жұмыс істейтін еді ғой. Дәл солай мектепте де бастауыш сынып дейді, орта буын дейді, жоғары сынып дейді. Әр қайсысына жеке подход деп айтады ғой. Сондай жеке
қарым қатынас жасау керек та әр балаға. Осы жастар орталығынан үйренген нәрсем көп пайдасы тиді маған. Бұрында аула клубы болып жұмыс істеген кезде де осы ауылдың балаларымен, мектептің балаларымен жұмыс жасайтын едік қой. Солардан көп тәжірибе жинақтадым. Соны қазіргі жұмысымда да маған ешқандай қиындық туғызған жоқ. Мектепке бара салып, балаларға сабақ үйретіп, енді білім деген ол бөлек, білім беру деген, ал балалармен қарым қатынас жасау деген ол мүлдем бөлек. Одан кейін сынып жетекші болдым. Қазір мектепте тфәй-тфәй ең үздік сынып, ең үздік сынып жетекші деген сондай бүкіл байқаудың бәрін менің сыныбым және мен жеңіп алғанмын деп қояйын да. Дұрыс, жұмысыңа үлкен сәттіліктер, толағай табыстар тілейміз. Жалпы енді Мұқабат өзіңді біз лидер жағынан да танимыз. Мысалы, көш бастау, алға қарай тарту ұжымды және бір қырын жаңа әлгінде өзім айтып өткендей, жаңа көркем сөз оқу байқаулары, талай байқаулардың жеңімпазсың. Алда тағы да қандай байқаулар бар қатысуға ниетті өзің күтіп жүрген? Негізі көп байқаулар жасына қарай шектеулі ғой. Сондықтан да көп байқауларға бүйтіп көбінесе жастар қатысып жатады ғой қазір. Көп байқаулардан қалып кетіп жатырмын. Оның үстіне жұмыста тығыз болып жатады. Қазір мен көбінесе рухани кездесу, қартайын дедім ау деймін. Сондай нәрселерге көп барғым келеді, сондай жақтарға көп қатысқым келеді. Үлкен ақын жазушылармен кездескенде, немесе бір күшті тұлғалармен жолығып, солармен сұхбаттасып, солардың пікірін тыңдап, әңгімесін тыңдап, сондай нәрселерге көп барғым келіп тұрады қазір. Ал байқау дегендерді қазір мен шәкірт тәрбиелеп жатырмын. Өзімнің шәкірттерім мектепте бар ғой енді. Оқушы болатын бала көп, шәкірт болатын бала санаулы ғана ғой. Сондай шәкірт бола алатын балаларды тәрбиелеп, осындай байқауларға қатыстырып, жүлде алып жүр. Оның өзі де маған үлкен жетістік деп ойлаймын. Иә. Рахмет. Ал енді бізбен сұхбатқа келіп, жалпы ұстаздардың уақыты тығыз, оны білеміз. Әр күнтізбесі алтын минуттарға бағалы деп ойлаймыз ғой, себебі ұстаздардың бос күні жоқ. Сондықтан осы бізге уақыт ажыратып, осы сыр сұхбат айдарынан табылып отқаны үшін тағы да біз осы жастар атынан үлкен алғыс білдіреміз. Алла қаласа өзіңді де, шәкірттеріңді де биіктен көре берейік. Ал құрметті қадірменді біздің оқырмандарымыз, келе жатқан Рамазан айы құтты болсын, жақсылықтарымыз көп болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Рахмет.